Көз айналасындағы теріге арналған тиімді маска жайлы айтатын боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен көз айналасына арналған, яғни вокруг глаз маскасын айтатын боламын. Бұл маска әжімдермен белсенді күреседі, көз айналасындағы аумақты тегістейді. Терең әжімдермен бірте-бірте жайып тегістейді. Бізге қарапайым ғана ингредиенттер керек болады. Әрбір адамның үйінде қолжетімді. Жұмыртқамыздың бір сарыуызы мен бір ас қасық оливковое масло және 2-3 тамшы Е витаминін тамызып, жақсылап араластырамыз. Егерде оливковое масло жоқ болса, орнына масло жожоба, бидайдың сығындысынан арналған май, немесе кәдімгі өзіңіздің бетіңізге жағып жүрген теріңізге келетін майды қоссақ та болады. Бізде осындай маска дайын болады. Міндетті түрде аллергияңыз бар ма жоқ па, соны тексеріңіз. Аллергиясы жоқ жандар ғана қолдана алады. Бұл масканы, яғни тазаланған бетімізге, жақсылап жуылған бетімізге жұқа слоймен жағаламыз. Маскамызды кесішкінің көмегімен немесе қарапайым қолдан жасалған ватный дисктің ортасынан бөліп, ватный патчи жасаймыз. Көз астына маскамызды жағып, үстіне патчиімізді жабыстырып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Масканы жаққан соң жүру қажет емес. Демалып, рахат сезініп, масканың нәтижесін күтеміз. Уақыты болған соң жылы сумен ақырын созбай, қатты ысқыламай жуамыз. Содан соң өзіміздің күнделікті кремімізді немесе бетке арналған сывороткамызды, көз айналасына арналған кремімізді жағамыз. Бұл масканы тастауға асықпаңыз. Оны 2-3 күн, ары қарайда 2-3 күн қолдана аласыз, тоңазытқышта сақтап. Күнде жатар алдында дайын болған маскамызды жақсақ болады. Тек қана бұны 35 жасқана аралықтағы адамдар емес, ересек адамдарда қолдана алады. Яғни антивозрастной маска. Бір рет қолданғанда-ақ нәтижеге қол жеткізе аласыз. Нәрлендіру көбірек ылғалдандыру арқылы. Әлбетте, қандай да бір маска қолдансаңыз да жүйелі түрде жасаған дұрыс. Сонда ғана нәтижеге қол жеткізе аласыз. Және қосымша көз айналасына арналған гимнастика жасасаңыз, тезірек нәтижеге қол жеткізесіз. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде комментарияда бөлісіңіз. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше.